Балаларыңызға бір істегеннен ақ шығатын өте оңай 2 жұмыртқадан кожа жасап көрсетемін. Қазір барлығын көз алдыңызда жасап көрсетемін, қыздар. Менімен бірге болыңыздар, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдыменен бізге айран жарты литр. Айраннан соң песок. Содан кейін разрыхлитель 1 чайный ложка. Одан соң ас содасы. Осылардың бәрін жақсылап араластырып бұлғап аламыз. Қазір песогымыз еріді, енді жұмыртқасын салып, жақсылап бұлғаймыз. Бір жұмыртқа салсаңызда болады, мен 2-ін салам. Бір жұмыртқанда да жақсы шығады негізі. Жұмыртқамызды не қылып араластырып болды, бір қалыпқа түсті қамыр. Ертіндіміз бір қалыпқа түсті. Енді семішкі майын қоямыз. Сұйық майда. Енді маргарин салсаңыз да болады, сары май салсаңыз да болады. Мен сұйық май қоям. Сұйық майымызды араласып бір қалыпқа түсті. Енді ұнымызды саламыз. Жақсылап бір қалыпқа келеміз. Міне қамырымыз болды. Қазір бұны бөлшектеп суалаймыз. Міне 2 суала шықты біздікі. Қазір жайып 5-10 минут тұрсын, кішкене бойын алып, сосын жайып көрсетейін. Міне енді жайып болдық. Формамызбен кесеміз. Коржыларымыз осындай болып шығады. Біздің листіміз даяр. Коржыларымызды осылай саламыз. Өткенде қағазым жақсы еді, содан сол қағазымды қайтадан пайдаланып жатырмын. Осылай барлық коржыларымызды саламыз. Міне осылай салып шығып, бетіне жұмыртқасын жағамыз қазір. Жұмыртқасын осылай жағып шығамыз. Не осылай 200 градусқа қоям, мен духовкама 200 градусқа қойып аламыз. Не біздер листімізді алдық, өте тамаша. Коржымыз даяр, қыздар. Не коржымыз даяр, қыздар, өте тамаша. Міне. Бір істегеннен де шығады, міне. Барлығы жұп-жұмсақ. Жасап көріңдер, қыздар.